Сәлем достар, бүгін біз өте дәмді, ерекше рулет дайындаймыз. Ең алдымен ыдысқа ақуызды салып, кішкене көбік болғанша миксермен шайқаймыз. Сосын үстіне қанттың үлкен бөлігін салып, аппақ болғанша, формасын ұстап тұрғанша миксермен шайқаймыз. Сосын басқа ыдысқа сарыуызды, кішкене қантты салып, ағарғанша миксерлейміз. Енді шайқалған ақуыздың үстіне сарыуызды қосып, міндетті түрде силиконды күрекшенің көмегімен араластырамыз. Електің ішінде ұн мен қопсытқышты салып, жақсылап араластырамыз да, жаңағы сұйық массамызға ұнды кішкенеден қоса отырып, күрекшенің көмегімен араластырамыз. Енді теңдей жартысын кондитерлік қапшыққа саламыз. Ал жартысына какао қосып араластырып, оны да кондитерлік қапшыққа салып аламыз. Қамыр салынған қапшықтардың басын кесіп аламыз да, протеинге ақ түсті қамырымызды алып, төртбұрыштап барлығын видеодағыдай жасайтын боламыз. Сосын жираф сияқты узорлар салып шығамыз. Какао қосылған қамырды алып, бос тесіктердің барлығын толтырып шығамыз. Рулетті қызып тұрған пеште 180 градуста 10-12 минуттай пісіріп аламыз. Піскен рулетімізді ыстық күйінде осындай сүлгінің көмегімен орап аламыз да, толық суытамыз. Суыған рулетімізді сүлгіден де, пергаменттен де абайлап, жайлап, босатып аламыз. Рулетке әртүрлі крем қолдана беруге болады, менде қаймақты крем. Рулеттің ішіне банан, малина, әртүрлі жеміс-жидектер салуымызға болады. Крем жағылған рулетімізді абайлап ораймыз. Рулет өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап, дәмін көріңіздер. Сіздермен болған Раушан.